Бүгін біз өте жұмсақ куличи жасайтын боламыз. Ең алдымен аштығымызды ашытып аламыз. Сүт, шекер, аштығы, ұнды салып, жар сағатқа көтерілгенше қойып бетін жауып қоямыз. Оған дейін жұмыртқамызды салып, миксермен араластырып ұрып, тұзымызды, шекерімізді салып, аппақ көбік болғанша араластырып аламыз. Одан кейін қаймағымызды саламыз. Ерітіліп тұрған сары майымызды құйып, ашыған аштығымызды құямыз. Одан кейін ұнымызды салып, бәрін жақсылап араластырып, 1 сағат жылы жерге бетін жауып қоямыз. Ашыған қамырымызды үстіне кішміш пен сухофрукты саламыз. Ұнға араластырып, бәрін жақсылап араластырып, дәл осы видеодағыдай қағаздарына салып шығамыз. Салып шыққаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Куличтің оформлениесіне бізге керегі жұмыртқаның ағы, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бір қасық лимонный сок, одан кейін шекерімізді салып, қоймалжың массы болғанша араластырып аламыз. Одан кейін дәл осы видеодағыдай қылып салып, бетіне жағып, куличтердің бетіне посыпка теуіп қоямыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.